Мәжілістен үкіметке бірақ күнде ауысқан Саясат Нұрбек бүгін Кабминнің алғашқы отырысына қатысты. Су жаңа ғылым және жоғары білім министрінің жайлы кабинетпен жұмсақ креслоға әлі қолы жетпепті, тіпті айлығының қанша екенін білмейді екен. Өйткені министрлігі құрылмаған, бюджеті де бекітілмеген. Десе де шенді жаңа лауазымда не тындырмақ ойы барын қуана-қуана айтып берді. Саясат мырзаның үкіметтегі алғашқы күніне Саят Ермек шолу жасайды. Тоқжановтан құттықтау қабылдап жатқан Аймағамбетов бүгін қамалалар жасқа келді. 40-шы туған күніне сыйлық министрлігінің екіге бөлінуі, жүктемесі азайды. Енді тек балабақша мен мектептерге жауапты шендінің езуі екі құлағында. Міне, су жаңа әріптесімен шүйіркелесіп те отыр. Айтпақшы, Аймағамбетов ведомствосының жартысын жырып алған Саясат Нұрбек биылдыққа екінші рет ант қабылдады. Бұл жолы министр ретінде. Салтанатты түрде ант беремін. Ант етемін. Тек депутат креслосынан министр креслосына отырған ол лауазымнан басқа әлі түгімде жоқ дейді. Креслосы жұмсақ бекен, министрдің қызметі. Кресло жоқ қой. Күнделік кабинетте жоқ, ғимаратта жоқ, адамда жоқ. Біз әзірше сол білім және бұрынғы ғылым министрінің ғимаратындамыз. Сол бұрын болған министрлікті екіге бөлу процесі басталды. Бірақ бұл сәл күрделі процесс. Айлығыңыз жайлы әлі білмейсіз бе, қанша алатынын? Мен шын білмеймін. Тіпті жалақысының қанша екенін білмейтін ғылым және жоғары білім министрі үкімет отырысына қатысса да заң жүзінде министрлігі әлі құрылмаған. Алайда 41 жастағы Саясат Нұрбек бұл күнді 15 жыл күткенін жасырмады. Алақанын ысқылап тұрғанына қарағанда шендінің жоспары жойқын сыңайлы. Қолым қышып жатыр. Өзімнің бастамаларымды, пікірлерімді жүзеге асыруға бірінші рет өмірімде мүмкіндік берілді. Сондықтан үлкен сондай бір іште қобалжып тұрмын, бірақ үлкен үміт те бар халқымызға қызмет етуге, президенттің ең басты сенімін ақтауға. Президенттің сенімін халықтікінен жоғары қойған министр не бітірмек? Біріншіден, ұлттық ғылым академиясының статусын қайтармақ. Екіншіден, қолданбалы ғылымды қаржыға қарық қылмақ. Үшінші мақсаты ғылымды дәріптеу. Сондай-ақ Аймағамбетов салған сара жолды жалғастырмақ ниетте. Әңгіме дипломды оңды-солды беріп, лицензиядан айырылған университеттер жайында. Оларды жайына қалдырмаймын, бақылауды күшейте түсемін дейді. Сапаға, ең бірінші сапаны қамтамасыз етуге бүкіл күшімізді, жігерімізді министрліктің бас бағытын осы бағытта ұстаймыз. Сондықтан бұл жұмыс жалғастырылады. Бұл жұмыс Асхат Қанатұлы, оны құттықтап қойыңыз, бүгін 40-қа толып отыр. Сол бастаған жұмысты біз жалғастыратын боламыз. Сөйте тұра, жаңа министрдің балалары Қазақстанда емес Кипр мектебінде оқып жатқаны әшкере болды. Сонда отандық білім сапасын менсінбегеніме Саясат Нұрбек отбасылық жағдайларға байланысты осындай шешім қабылдауға мәжбүр болғанын ашық айтты. Сөзінше, маусым айының соңында министрдің жанұясы Қазақстанға оралады, ал балалары Қатардағы мектепке баратын болады. Саят Ермек, Виктор Жегерес, Атамекен бизнес.